Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пиццаның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен қызып тұрған майымызға орташа пиязды ұсақтап кесіп қуырып аламыз. Пияздың үстіне бір сарымсақтың бөлігін алып, осылай өткізіп, онты салып қуырамыз. Қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне сиыр етінен жасалған фаршымызды салып, оны да жақсылап қуырамыз. Фаршымызды жақсылап араластырып, баяу отта табамыздың бетін жауып қойып, қақпағымен жақсылап пісіреміз. Фаршымыздың үстіне енді қара бұрыш, паприка және дәміне қарай тұзын салып, дәмін келтіреміз. Пиццаның қамырын жасау үшін ыдысымызға 250 мл жылы сүт, бір жұмыртқа, дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырдың құрамын қанша грамм керек екенін описание бөліміне қалдырамын. Қамырымыздың бетін жауып қойып, 15 минутқа қойып қоямыз. Соусын жасау үшін кетчуп пен майонезді араластырып, қазір қамырымыздың бетіне жағамыз.
салмасын дайындау үшін фаршымыз пісіп суып тұр. Енді бір қызанағымызды алып осылай ортасынан бөліп жіңішке етіп турап аламыз. Ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз осылай. Қамырымызды алып, жұп-жұқа етіп жаямыз. Мұнда менде қамыр деген кішкене көптеу болып кетті. Осы қамырдың 3/2 бөлігін алып, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Противенің үстіне пергамент қағазын төсеп, қамырымызды осылай жайып аламыз. Қамырымыздың үстіне алдын ала жасап алған соусымызды осы қасықтың көмегімен жағып аламыз.
Енді үстіне жаңағы суып тұрған фаршымызды салып, жақсылап жайып шығамыз. Фаршымыздың үстіне қызанақтарымызды осылай жайғастырып шығамыз. Ең соңғысында бетіне ірімшігімізді аямай сеуіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей пиццамыз осылай пісіп шықты.